Сәлем достар, сәлем баршаларыңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге көрсететін гүл осындай Эпи премиум золотисті листья, яғни жапырақтарына сары түс түскен Эпи премиумды отырғызамыз. Тамыры өте керемет. Екінші Эпи премиум лимон лайм. Осындай екі түстің біріктірілген, тоже тамыры өте керемет, өсіп кетті енді. Даже мынандай тіреуіш құралдарынан қатты өсіп кетті ғой. Және де Эпи премиум муншайн. Осындай окраска түскен, өте керемет Эпи премиум. Осының 3-4 сорты бар, осыларды ұнатам. Қараңыздар, міне тіреуіш құралы, ең ұзын дегенім тағы да 2-3 өтіп кетті. Бұл ешқандай күтімді қажет етпейді. Және де қатты талапты да қажет етпейді, өсіп кете береді. Алдағы уақытта сіздерге арзан бағада атростик беріп отыру үшін, мысалы қараңыздар, Эпи премиумның ең керемет қасиеті осындай воздушный тамыр шығарады, буынның ортасынан. Осы жерден төмен 2 см кесіп аласыз да, мынаны суға салсаңыз тез тамырлайды. Ары қарай атростик қылып отырғызып, полноценный гүл қылып өсіріп ала бересіздер. Ең керемет жаңағы несі жетістігі. Сондықтан 1 метр 110 сантиметрлік болатын осындай бекіткіш құралға кокосовый нитка волокнадан жасалған, осының ортасына осылай бекіткіш құрал ретінде қойып, ұзын қылып, бірақ үшеуін біріктіріп отырғызбақшымын. Және де оған компонент топырақ мынандай. Кез келген универсальный топырақ, әсіресе торф топырақ, егер жеке торф топырақ ала алмасаңыз, ішінде торф бар универсальный топырақ аласыздар. Бұл біріншіден универсальный топырақ, торф нейтральный, яғни қышқыл емес, pH деңгейі аздау. Шымтезек деп қоямыз қазақша. Перлит қосылған, вермикулит қосылған, тиолит қосылған, осмокот қосылған, древесный уголь қосылған. Осындай компонентті және де ароидный тұқымдасынан арналған кара, сосновая кара, ағаштың қабығы майдаланған, как жаңағы топырақ ретінде жүретін осындай кара қосамыз. Осындай құраммен керемет гүлдерді отырғызамыз. Және де құмырам, осындай екілік киілетін құмыра. Бұлай іші алынады, осылай салынады, аяқтары бар. Дренаж қажет емес аяғы бар бұндай құмыраларға, өткені дренажды қажет етпейді. Өзі дренажный отверстие қылып шығарылғандықтан қатты көп дренаж салып, оған дополнительно трата ақшаларыңызды құртып керек емес. Осындай құмыра болса, сразу топыраққа саласыздар да отырғыза бересіздер. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып, қандай гүлді отырғызғанды қалайсыздар, каналымның қалай дамығанын қалайсыздар. Енді көптеген қазір топырақ құрамына өте жақындап қалдым, яғни айтқанда шамаласып қалдым. Білім алып жатырмын. Сондықтан алдағы уақытта сіздерге қандай гүлге ерекше Голландиядан келіп жатқан, қандай топырақ міндеттеледі, яғни керек. Міне осылай бекітіп алдық ортасына. Енді ұстасын деген үміттемін, өткен сіздерге тағы бір нюанс көрсетпекшімін. Мысалы, мына бекіткіш құралынан осылай отыр ғой стаканчикте, стаканчигін бұлай міне белгілеп аламыз. Қараңыздаршы. Осылай стаканчигін белгілеп қойған кезде астында осыншалық топырақ болу керек, үстінде осылай беттесіп тұру керек мына стаканчик. Осылай үшеуін 3 жаққа отырғызамыз. Ешқандай стаканчигін алып тастаймыз әрине, просто мен мөлшерлеп сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне бекітіп трамбировать етіп қойдық. Енді қазір мен сіздерге мынаны ұстау қиындау болып тұр маған. Сондықтан қазір видеоның скоростын көбейтіп жіберем мейлінше. Тез өтіп кетсін сіздерге. Білінбей, уақыттарыңызды алмай. Және де мен де мына топырағын тастамаймыз. Осы топырақпен бірге осы жерге тастап бірге еге береміз. Енді мына бекіткіш құралынан ажыратып алыңыздар, егер сіздердікі бекіткіш құралда тұрған болса.
бекіткіш құралға мейлінше осылай қаттырақ жақындатуға тырысамыз. Міне, топырағымен бірге салып қойдық. Бұны ешқандай қозғаудың қажеті жоқ. Перевалка методпен. Егер өзіңіздің отросткіленген, өзіңізде өскен ешқандай гүл болса, жаңа қорықпай, ауырады-ау, басқа қылады-ау деп, онда ондай гүлді мейлінше ешқандай тревога жасамай-ақ отырғыза бергеніңіз жақсы. Міне осылайынан орап өсіреміз. Бұл өзі осылай оралып өсетін гүл. Осыған орай сіздерге айтатыным бар. Көбісі менен былай сұрайды: Шынар, бұл шырмауық гүлдерді үйге өсіруге бола ма? Шырмауық гүлді өсірсек өстіп қалады, шырмауық гүлді өсірсек бүйтіп қала ма? Кішкене қорқақтаймын, бірақ та қызығамын деген көп менің клиенттерім жазып кетті. Сөздің ашығы біреу айтты екен деп. Тем более ол жаңа көрпел, балшы, сіз бүйтіп өсірмеңіз. Бұл шырмауық гүл емес. Бұл кәдімгідей шырматып өсетін гүл, иә. Бірақ бұл өзінің кәдімгі Голландияда аты бар. Эпипремиум деген аты бар. Сондықтан бұл шырмауық гүл екен, ойбай бүйтіп қалады екен, сөйтіп қалады екен деп айтып алып, неше түрлі нәрсені шырматып гүлді үйде өссеңіз, шырматып. Менің үйімде өсіп тұр, талай сорты өсіп тұр. Жатың комнатамда да өсіп тұр, ас үйімде де өсіп тұр, басқасында да өсіп тұр. Сондықтан сіздерде керек емес, біреу бірден айтты екен деп соған сеніп. Сізді бұл жерде ең главный, мен айтқым келіп тұр, главный бұл жерде сіздердің ниеттеріңіз. Жақсыға ниеттенсеңіздер, иншаллах жақсы болады. Жаманға ниеттенсеңіздер, астағфируллах, жаман болады. Жақсыға ниеттеніп өсіріңіздер гүлді, өтініш. Мен ондай бір жаңа ниетіңіз не болып қалса, даже гүлді де бергім келмей қалады ше. Сөздің ашығы өткен, ондай қылып ниетпен өсірген адамға гүл беру оба. Сөздің ашығы. Мынаны бекітпес бұрын бірінші мына екеуіне бекітіп, топырақ салып алайын. Тез өсіп кетеді. Шынымен айтам, ешқандай күтімді қажет етпейді. Қорықпаңыздар, перевалка методпен смело отырғыза беріңіздер. Егер өздеріңізде не болмаса менен алған сенімді, яғни ауырмай тұрған гүл болса, өсіре беріңіздер. Егер біреуден алып келіп, күмәнданып, мынау ауырып тұр-ау, чоты, қарай не істеймін, чоты дейтіндеріңіз болса, онда, пожалуйста, біріктірмеңіздер, және де ондай гүлді аккуратно қараңыздар, жарай ма? Өйткені бір ауырып тұрған гүл барлығын бүлдіреді. Неге перевалкамен отырғызып жатырмын? Өйткені үшеуін, міне, тамырын қараңыздар, өте керемет, жап-жасыл болып тұр. Үшеуін біріктіргендіктен біріншіден. Үшеуіне просто универсалкамен витамин салдым да мен, осмокот. Сонда универсалкаға отырғыза салған болған. Үшеуі бірігіп әдем болып өсіп кетсін деген мақсатта. Үш түрлі сорт болғаннан кейін бір виющий болғанмен, виющий дегеніміз өрмелеп өсетін гүлдерді айтады орыстар основном виющий деп. Сондықтан бұл гүлді қорықпай үйлеріңізде жай қалтып, өрмелетіп, күштілеп өсіре беріңіздер. Өтініш сіздерден. Қарапайым розаның өзі, құдай-ау, мынау уыты бар, әлем, пәштөн деп ниеттен өсіретін болсаңыздар, ол да бір күн уытын сізге шашады ғой. Кез келген гүлде негізі мен сразу айтам. Барлық гүлде айтам, улы ма, біреу айтты, улы деп айтты, жататын орныңа қойма деп айтты, бұл асханаға ойбай қойма деп айтты жатады. Кез келген гүлде уыт бар. Улы токсичный зат бар, құрамынан шығарып тұрады. Өйткені бұл гүл өзінің ауадағы керек емес энергиямен лас ауаны жұтып тұрады ғой енді өзіне. Сосын тазасын шығарады. Енді естественно ондай тұрған гүл не қылады ғой, өзіне бөлінді бөледі ғой, сол бөліндісі сол уыты. Сондықтан әр бір гүлде уыты бар. Мынау жұмыс жасаған кезде мен сіздерге перчаткамен жұмыс жасаңыздар, қолдарыңызды абайлаңыздар, мұрындарыңызды химический затпен жұмыс жасағанда абайлаңыздар деп тревога қалған. Міне осы себептен. Сондықтан денсаулыққа бірінші мән беріңіздер. Міне
қатты енді көме берудің қажеті жоқ. Енді әрі қарай стенкаға қалай мынаған жабыстырып байлайтын мен сіздерге анықтап қазір көрсетемін. Бірінші бізде мынандай хрупкий кішкентай ғана осындай эпипремнум бар. Айттым, мынандай воздушный тамырларын мейлінше осылай бүйтіп жабысады ғой бір неге. Сондай қай жерге жабысады, сол жерден бүйтіп бір ғана тартып. Сосын қандай жіп қолданасыз дейтіндеріңіз қазір тоже көрсетем видеоның ортасы не соңында. Сондықтан оны да қадағалап қарап отырыңыздар. Енді видеода егер гүл баптап өсіріп жүргендер болса, сразу білет қандай кедір жібі. Міне осылай бекітіп, әрбір узылдарын бекітіп отырып байлайсыздар. Және де жаңа жапырақ шығарған сайын 2-3 жапырақтан кейін байлап отырасыздар. Сол кезде вьющий дегеніміз бұл осылай байлаған кезде өрмелеп күшті өседі. Сразу айтам, өйткені бұл менің қанша жылдық опытым. Енді бұндайғы біріктіріп жатқан композицияны бірінші рет, әртүрлі жапырақтарды біріктіріп жатырмын ғой. Қазір рулонын алып сіздерге көрсетейін. Қандай екен, бірақ мына асырап болмасын, біріктіріп жүрейін. Осындай рулонды кедір жіп. Өте күшті, мына гүлдерді біріншіден байлаған кезде қатты қиып жермейді. Екіншіден мынаған да оралып өсе береді. Осыған да оралып өсе береді. Пайдасы болмаса еш зияны жоқ. Воздушный мына кореньдер дедім ғой, жаңа ауада өсіп тұратын тамырлары ше. Сол мына кокосный волокна бар ғой, мынаған соған тартылып өседі. Сондықтан бұны айына 2 рет су сеуіп тұрыңыздар. Именно мына бекіткіш құралға. Ылғалдылыққа тартылып әдемі өседі сол кезде. Міне, мына воздушный тамыр, осыны бүйтіп бекітіп мынаған. Осылай өстіп байлайсыздар. Міне мына жерде байладық соңғы бір жапырақ, міне соңғы бір жапырақ, мынау екінші жапырақ, мына үшінші келе жатыр ғой. Төртіншісіне қарай осылай үшінші келе жатқандай, төртінші өсіп шығып бара жатқан кезде мына жерге әкеп тағы да, міне мына жерге әкеп тағы да байлайсыздар. Әрбір үшінші жапырақты байлап отырсаңыздар, күшті өседі. Өйткені бұларда өзінде табиғатында осындай өрмелеп өсетін вьющий тамыры. Осылай бекітіп әдемілеп өсіре бересіздер. Эпипремнумның астын бекітіп әдемілеп байлап алсаңыздар, бұл сіздерде основном маточный несі болады. Бұны енді мен күзге дайындап өсіріп жатырмын. Осыны үлкенде біріктіріп, қысқа тағы да әдем, бұдан да биік әдем болып өсіп кетсе, біраз отростик алуды көрсетем. Сосын бұдан үлкен құмыраға қалай бекітіп байлап өсіретінін тоже көрсетем. Бәрін біріктіріп, бір жіппен де байласаңыздар болады. Просто маған ыңғайлысы осы болғаннан кейін мен әрқайсысын бөлек-бөлек әр жерге қалай әдемірек болады деп солай байлап жатырмын. Бәрін бір жақ қарай өрмелеткен жақсы, бір жаққа қарай иіп. Міне, қараңыздаршы. Мынау соңғы жапырағы. Міне, мынау шығып тұрған соңғы жапырағы. Мынау тағы да келе жатыр. Осы жапырағымның астынан байлап қойдым. Воздушный корені бар. Міне, осындай әдемі композиция шықты. Мына жағын бұрсаңыздар, лимон лайм айналып тұр. Жапырақтарын воздушный. Енді мына жақта міне жауып кетеді ертең мына золото жабады бері қарай өтіп. Тоже тағы да аңғайлап бетіп, иіп байласаңыздар болады. Мына жақтың бәрі ашылып қалмас үшін. Мынаны бетіп әдемілеп байласаңыздар болады. Жапырақтарында иіп жасасаңыздар болады. Міне осылайнан неше түрлі вьющийдан 3-4 компонентті біріктіріп, ұзын неге байлап қойсаңыздар болады. Өрмелеп кете береді. Сосын өрмелегеннен бір жақсы қасиеті бұның. Мысалы, мынау воздушный корені көрініп тұр ғой мына жерде. Осының төмен 1 см кесіп алсаңыз,
мына соңғы буыны бар ғой, жапырақ шығып тұрған, осы жерден өскін шығарады. Яғни айтқанда қалыңдайды. Мынау қатты жұқарып кетсе, сөйтіп қалыңдатып әдемі қылып өсіріп алсаңыздар да болады. Келесі видеода сіздерге толыққанды қалай үлкен құмыраға топырағын қалай лайықты топырақ екенін мен қазір ауызбен айтқанмен көрсеткен дұрысырақ болады. Сосын мына опораға байлау, опора деп қояды, мына бекіткіш құралға байлаудың бір мақсаты мына жапырақтарының үлкендік гигант сортын сақтау. Яғни мынау мелшетіп кеткен, мынау кішкентай. Мынау сразу бір ашқан кезде дәу қылып ашу. Мысалы менің мынау соңғысы мынау кішкентай, ал өзінің негізі маточный бұлардың мынандай дәу болып шығу керек. Қараңыздаршы. Астыңғы жапырақтан дәу болып шығу керек, мынандай болып. Дәу, бұдан да дәу болу керек. Просто бұл тіреуіш құрал болмағандықтан, өзі веющий өрмелеп өскендіктен, тіреуіш құрал болмаса, бұл жапырақтарын майдалай түседі. Сосын тамырын аз өсіріп қалады. Сондықтан да сразу бұндай веющий гүл алсаңыздар, байлап тастағандарыңыз мейлінше жақсы. Келесі видеода енді октябрьға барып қалама, сентябрьдің аяғына барып қалама өсуіне қарай бұл осының тағы да күтімін көрсетіп отырам. Ол кезде толыққанды топырағын, тағы да бір размер осы бейімделіп кеткен тамырларын, және де тағы ары қарай отростик қалай алатынын, және оны отростиктан кейінгі буыннан қандай шығып жатырғанын барлығын сіздерге алдағы уақытта көрсетіп отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің үйіңізде қандай веющий гүл бар, және де қалай өсіріп жатсыздар, қандай топыраққа бейімдеп жатсыздар, қандай сұрақтарыңыз бар, барлығын қоя беріңіздер.